Мәдениет және демалыс саябағының орталық сахнасында музыкалық поэтикалық кеш өтті. Аға буын ақындар мен көркемсөз шеберлері қала тұрғындары мен қонақтарына ұмытылмас әсер сыйлады. Мне пишется сегодня о любви, возвышенно, легко и вдохновенно. Жұма күні кешкі уақытта қарағандылықтар мен қала қонақтарын орталық саябақта керемет кеш күтіп тұрды. Әуезов атындағы кітапханамен бірлесе ұйымдастырылған поэзия кешіне «Жан мен музыка» деген атау таңдалған. Көрермендер арасында белсенді ұзақ өмір клубының мүшелері болды. Шығармалардың таңдалған тақырыптары махаббат, бейбітшілік, еңбек, туған өлкенің сұлулығы, ешқашан өз мәнін жоғалтпас тақырыптар. Бұл кешіміздің негізгі мақсаты біздің кітапханамыздағы ұйымдастырылған замандас клубының мүшелерінің өмірлерін жастарға үлгі паш ету. Зейнеткерлікке шықса да өздерінің әлі өмірден алатын орнының қаншалықты биік екендігін, оның құрметтей алатындығын, жастарға үлгі екендігін көрсетіп отырмыз. Жан мен музыка демекші кеште жанға жағымды ерекше әндер шырқалды. Талғампаз көрермен орындауларды естелік ретінде бейнежазбаға түсіріп жатты. Кеште ақындар да өз өнерлерін паш етті. Қаламызға туындылармен танылған өлең жинақтары кітап боп басылған ақындар да қатысқан. Вертится времени мельница, только не верю ничуть в то, что как все перемелится в мыслях моих твоя суть. Музыкалық поэтикалық кеш тыңдармандарға, ақындарға ұмытылмас эмоциялар сыйлады. Осындай іс-шара басты сахнада, бірақ жас ақындардың қатысуымен өткізіледі. Tanışkım keledi benim sizgen, aytыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрын қызбен. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.